Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ертегілердегі ғылыми қиял арналары. Оқу мақсаты ғаламтор, энциклопедия, газет, журналдар, оқулықтардан алынған дереккөздерді қолдану, авторына сілтеме жасау. Сөйлем соңында және сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерін даралаушы және ерекшелеуші дұрыс қолдану. Ертегі бала қиялын ұштайтын таңғажайып туынды. Ертегіні оқыған әрбір бала ондағы жағымды кейіпкерлерге ұқсауға әрекет жасайды. Ертегі шындыққа бағытталмайды, ал ертекші әңгімесін өмірде болған деп дәлелдеуге тырыспайды. Барлық халық ертегілерінің дәстүрі бастауы және аяқталуы болады. Ертегідегі бас кейіпкердің іс-қимылы баланы адалдыққа, ақылдылыққа, шыдамдылыққа, еңбексүйгіштікке үйретеді. Өмірде қиялсыз бала болмайды. Барлық балалар өздерінің қиялдары арқылы жақсылықты армандай алады. Адамның миында қиял пайда болған кезде көптеген жаңа нәрселердің бейнесі туып отырады. Ал неше түрлі қызықты оқиғалар мен кейіпкерлер туралы баяндалатын ертегілер бала қиялын дамытуға таптырмайтын құрал. Ғалымдар, жазушылар, ғарышкерлер, инженерлер барлығы бала күнде ертегі оқу арқылы қиялын дамытып, қоғамдағы мәдениеттің, ғылымның, техниканың қазіргі жетістіктерін жасады. Мысалы, ертегідегі ұшқыш кілемдер, құлағын бұраса ұшатын ағаш аттар, бүгінгі заманда ұшақ, тікұшақ, зымырандарға айналған, қаусоғар, экскаватор, көлтауысар, су соратын көлік, желаяқ жеңіл көліктер, поездар, метролар, саққұлақ телефон, ұялы телефон, тағы басқадай. Алынған дерек көзі инфоурок, ертегідегі қиялдың бүгінгі жемісі. Айдағы қаңның атуы, күннің көтерілуі ұзаққа созылады. Күн өзіміз жерде жүріп жатқан, жерде жүріп қарағанда, батыс жағы дейтін оң жақ шетінде дағдарыс теңіз жақтан шығады екен. Алайда ол шығыс, ондағы жарты күн жердегі 2 аптаға тең, оны бәріміз де білеміз. Біз жерден өлара қарсаңында аттанғанбыз. Сөйтіп ол күннен қабат шығып, бірге батады. Ал бірер күннен соң, ай күннің сол жағына өтіп, жердің батыс жағынан қияқтанып көрінеді. Біз оны жаңай туды дейміз. Ал сол кезде айда шын мәнінде таң атады, күн шығады екен. Сартай екеуміз қазақ халқының оны ежелден ақ дәл білгеніне қайран қалдық. Енді осы үзіндінің авторына сілтеме жазсақ, фантаст жазушы Жүніс Сахиев айдағы жасырынбақ деген шығармасынан алынып тұр. Ендеше біз жаңа тыңдалым мәтініне алынған дерек көзді анықтадық. Ол тыңдалым мәтіні инфоурок интернет желісінен алынған ертегідегі қиялдың бүгінгі жемісі. Ал екінші мәтініміз, ол авторына сілтеме жасақ, ол фантаст жазушы Жүніс Сахиев айдағы жасырынбақ деген шығармадан алынған екен. Сұрақ: қазіргі таңдағы роботтарды қазақ ертегілеріндегі қай кейіпкермен салыстыруға болады? Мысал келтіріңдер. Екінші, ракеталар, суперкөліктер және дыбыстан жылдам ұшатын реактивті ұшақтар ертегідегі желаяқ образын аша ала ма? Әдеби тіл нормалары. Тыныс белгілер. Тыныс белгілер жазуда ойды нақты, дәл, түсінікті етіп жеткізу, пікірді айқын білдіру мақсатында интонациялық, мағыналық, грамматикалық ұғымға сай қолданылатын шартты белгілер. Тіліміздегі тыныс белгілері сан жағынан онша көп емес, бірақ мағыналары қолдану орны жағынан алуан түрлі. Қолдану орнына қарай тыныс белгілері екіге бөлінеді. Сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілері: нүкте, сұрау белгісі, леп белгісі, көп нүкте.
Негізгі қызметі даралаушы бір ойды екінші ойдан даралап бөліп тұрады. Яғни сөйлем соңында қойылатын тыныс белгінің міндеті ол даралаушы екен. Бір ойды екінші ойдан даралап бөліп тұрады. Екінші, сөйлем ішінде келетін тыныс белгілер үтір, нүктелі үтір, қос нүкте, тырнақша, сызықша, үтірлі сызықша. Негізгі қызметі ерекшелеуші. Сөйлем ішінде белгілі бір сөзді не тіркесті басқаларынан ерекшелеп тұрады. Яғни сөйлем ішіндегі тыныс белгі бұл ерекшелеуші екен. Негізгі қызметі сөйлем ішіндегі белгілі бір сөзді не тіркесті басқаларынан ерекшелеп тұрады. Әдеби тіл нормалары ереже кітаптарында 158 бетте берілген. Бұны мұқият жақсылап оқып аламыз. Оқылым мәтіні 158 бет, бірінші тапсырма. Мәтінді оқып, автор көзқарасымен көтерілген мәселені талдаңдар. 158 бет кітаптарында бірінші тапсырма. Оқылым мәтінін оқып тапсырманы орындағаннан кейін, енді кері байланыс тапсырмасы 159 бет, екінші тапсырма. Мәтіндегі даралаушы және ерекшелеуші тыныс белгілерін тауып, топтастырыңдар. Екінші тапсырманы орындаймыз. Яғни сөйлем соңында даралаушы, негізгі қызметі даралаушы болатын, бір ойды екінші ойдан даралап бөліп тұратын сөйлем соңындағы тыныс белгілерді бір бөліп қоямыз. Яғни сөйлем соңындағы келетін тыныс белгілер, бұлар даралаушы тыныс белгілер. Сөйлем ортасында келетін тыныс белгілер, бұлар ерекшелеуші тыныс белгілер. Сөйлем ортасында келетін тыныс белгінің негізгі ерекшелігі сөйлем ішіндегі белгілі бір сөзді не тіркесті басқаларынан ерекшелеп тұрады. Яғни сөйлем соңындағы және сөйлем ішіндегі тыныс белгілерді тауып, соларды топтастырады екенсіңдер. Кері байланыстың тапсырмасын орындағаннан кейін күнделік кезетке, электронды почтаға немесе WhatsApp желісі арқылы тапсырмаларыңды жібересіңдер. Келесі кездескенше балалар сау саламатта болыңдар.